күн болды. Суға салынған қылшылбыр күн суығында екеуі оның денесін пышақтай етіп сүйек-сүйегін сындырып қалды. Осы уақыт ішінде ол кінә тапқан жоқ. Байлаған несі, ұрмаймын, тамақ берсейді. Сонда қанша ұрса да мен разымын. Сүйегімді сындырып барады. Осы кезде киіз үйдің ішіне өмеге келіп келеді. Ақырын дауыспен: Тұңғыш, сен қайдасың? Мұндамын, көкетай, мұндамын. Тұңғыш, саған бір жаңалық алып келдім. Қандай жаңалық? Жақсы ма, жаман ба? Әйтеуір аттар табылды ма? Ат деймісің? Қайда ат? Ертең сені аттың құйрығына байламақшы. Ат құйрығына қалайша? Мен де естеп қойдым көкетай. Жай, тұңғыш, бізді біреу естіп қоймасын. Осы кезде өмеге қалтасынан бәпсін алып шығып, не істемек ойың бар? Тұңғыштың қолындағы байланып тұрған жібін кесіп: Қаш, тұңғыш, қаш! Қайда қаша, өмеке, қайда? Басын алған жаққа қаш, тұңғыш! Ей, тұңғыш, мына жерде өлдің бе? Ана жақта өлдің бе? Бәрібір емес пе? Алла қаласа бір күн кездесеміз. Қош бол енді, тұңғыш! Тұңғыш өзінің сал болып тұрған денесін әзер көтеріп, бас ауған жаққа аяғын әрең-әрең басып жүреді. Ол аңда не күтіп тұрғанын білмеді. Қашқанына да қуанбайды. Қай жаққа барарын да білмеді. Осылай жүрген Тұңғыштың басы айналып жерге сау кетті. Біраз уақыт өтті. Алыстан біреудің даусы естілді. Бұл Димана болатын. Димана жалындап келіп: Аллам, жарылды. Өй, мына жерде кім тақ? Түртіп қарап еді, өлі деп санап есін жиынуға тырысты. Бетінен түртіп көрген кезде Тұңғыш көзін ашты. Сіз кімсіз? Сіз менің апамсыз ба? Ей, қасына Апа! қайда апа? Мен Диманамын. Жер шарды шарлап келе жатсам, алдымда шейін жатырсың. Өлі екен деп жаназаңды шығарайын деп едім. Жаным, сөйлеп, қайдан қашқан жансың? Қашып келем. Анау төбенің астынан қашып келем. Адамдардан қашып келем. Осы кезде Димана Тұңғыштың үстіндегі киіміне қарап, өзінің дорбасынан киімдерді алды. Әбден көзім ашық. Тым болмаса осының үстіне еліп ал. Тұңғыш киімді алып, анау құдықтың жанына барып киініп келді де: Аман болыңыз, апа. Сіз болмасаңыз мына жерде жатып мен күнге бейбіт болады екен. Қайдағы аман болыңыз? Иманды болыңыз де. Атың кім? Жасың қаншада? Атым Тұңғыш. Жасым 31-де. Ал сіз ше? 31-де деймісің? Мен сенің мүшеңнен 2 жасқа қалып. Кәріліктің барлығы біле білсең, көп жүрсең болады. Менің балам, күйеуім бар еді. Күйеуім бізге тамақ іздейді, тамақ. Ал балам болса өз қолында дүниеде өтті. Білесің бе балам? Жалғыздықтың барлығы Құдайға тыныштық. Осылай екеуі әңгімелесіп, өздерінің мұңдарын барлығын жеткізіп, тілесіп білісті. Тұңғыш өзінің өміріндегі барлық оқиғаны айтып, бірге қайғырып отырды. Енді сен қайда бармақсың? Не істемексің мына жерде? Барар жерім жоқ. Сізде мекен жай бар ма? Ана таудың артына барам деймісің? Ол тауға барып құм болғанша менің жанымда жүр. Құдай өзің еттесе. Ал мекен жай менде де жоқ. Бірге күн көреміз. Осылай екеуі бірігіп көптеген ауылдарды аралап, Димана Тұңғышқа білген көрген нәрселерді үйретіп жүрді. Осылай Тұңғыштың өміріне араласты. Бірақ бұл жақсы сәт көпке ұзамады. Сен өзің көріп те, біліп те сезінген жүрсің. Ауылдарға кірсек, барлығы бізге жаман көзбен қарайды. Екеуміз ажыраймыз. Тұңғыш бұл сөздерді естіп, үндемей іштей қысылып, қынжылып, не айтарын білмейді. Енді ғана паналайтын адамы табылып қалып еді, енді уақыт барлығын көрсетті. Ажырау деген сөзді естігенде жүрегіне тас қадалғандай жетті. Және енді қай жаққа барарын не істерін де білмей былай деді: Енді мен не істемекпін? Жалғыз өзім қайғы мұңға толып жүрмекпін бе? Бұл жалған дүниеде мен жалғыз жүрмекпін бе? Сізге енді ғана балалап білген нәрсеңізді үйреніп жүредім. Енді сіз де мені тастап кетпексіз бе? Балам, сен енді күн жума.
Мен осыған дейін жалғыз өзім жүрдім.